Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін осындай өте ерекше әдіспен пісірілетін нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге бірінші жылы су, дрожж, тұз және қантымызды әбден дрожжымыз ерігенше араластырып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Бұдан кейін сұйық майымызды құйып, електен өткен ұнымызды араластырып, міне әбден осылай қолымызбен нанның июі қанғанша араластырып аламыз және осы нанымызды жылы жерге 40 минуттай қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай өте әдемі болып көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Міне мен осылай 3 бөлікке бөліп және тағы да 10 минутқа бетін орамалмен жауып қойдым. Енді қайнап тұрған суымызға нанымызды аударып 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған духовкамызға 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Ал міне нанымыз осылай әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздерге қазір арасын көрсететін боламын. Міне арасы осылай пісіп шықты, жұмсақ. Ал сіздерге ұнап жатса, лайк қойып, комментарий жаза кетіңіздер.